Біріншіден, Құран-ы Кәрімді тәлім алу жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бұйрығы бар екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құранды үйреніңдер және үйретіңдер деген сөзі бар. Бұл Сахи Бұхарида келеді. Үйреніңдер және үйретіңдер. Осы сөзді ғалымдарымыз талдайды. Үйреніңдер деген бұйрық райында келіп тұр ғой. Бұл енді парыз болды ма Құран үйрену? Не болды екен десе, ислам шариғаты үкімі бойынша фарыз кифая екен. Имам Науави сөйтіп айтады. Бұл хадисті талдап отыр. Бұл фарыз кифая. Егер бір топ адам өзі тұрған ауылда Құранды жақсы білетін болса, қалғандарының мойнынан түседі екен. Егер білмесе, онда сол ауылдың барлығы күнәһар болады дейді. Бұл деген сөз мысалы, біз ауылмен емес, мешітпен өлшейік. Осы біздің мешітімізге кіргенде қанша адам ана жерде тұрған, сөрде тұрған Құранды алып оқиды? Қанша адамның Құран сауаты бар, айтыңыздаршы. Ашып қалаған жерден оқи аласыз ба? Осы жердің өзінде пайыз өте аз қол көтеретін шығар. Біздің мешітке көп келетін жамағаттың бірі осындай болады. Бұл деген сөз, біз парыз кифаяны соның өзін дұрыс орындамай тұрғандығымыз. Мынау Құран жаттау орталығын ашып жатқаннан да бір себеп сол. Осы арқылы біздің осы Қазақстанға Алла тағаланың нұры жауса екен. Осы біздің елімізге Алланың оң көзі дұрыс болып, ісімізге береке кірсе екен деген ниет қой. Сол үшін сол Құран, оның тәлімін сіздер мен біздер кішкентай көріп кетсек екен деймін. Алла тағала не деді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны бізге қалай үйретті? Біріншіден, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Құран тәлімін, соны үйренген, соны оқушы туралы айтылған сөздері көп. Солардың бірі, Құранды жақсы білетін адам, жақсы біліп, оны оқи алатын адам, ол сафаратул кирамин барара деп айтады ғой, сафаратул кирам. Кітап жазушы періштелерменен қатарда болады дейді. Құран-ы Кәрімде періштелердің түрін айтады. Сол періштелердің ең құрметтілерін айтады. Солардың ішінде адамның екі иығында отырып, бүкіл амалын жазып отыратын періштелер бар екен. Бұл періштелер өте құрметті періштелер екен. Өте құрметті періштелер. Бұл қызмет өте жоғарғы бағаланатын періште екен. Енді періште дегенде мен көп айтам, естеріңізде болса айтып кетейін, олардың санын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады бір хадисінде: ат-татис-сама, аспан сықырлап тұр дейді. Әлбетте ол сықырламай қайда барады дейді. Өйткені аспанға шықсаң, егер көзің көріп біле алсаң, сол жерде сонша періште тұр дейді. Біреу рукух жасап жатыр, біреу сәжде жасап жатыр, біреу қиямда тұр, біреу зікір айтып тұр. Бір қарыста жер таба алмайсың дейді. Періштенің көптігінен аспанда. Сол көптігінен аспан сықырлап сынып кетейін деп тұр дейді. Ойлаңыз. Сонда бір сөзінде айтады, сол періштенің біреуі сәждеде жатқан, сол періште жаратылғаннан сәждеде жатыр екен. Қияметке шейін жатады дейді. Сонда қиямет болды дегенде ана басын көтереді дейді, тоқтатады ғой. Сонда айтады екен: я Аллахым, сенің құдіретіңе жететіндей қылып сәжде жасай алмадым дейді. Бір періште бар, өмір бақи қиямда тұр. Бір періште бар, өмір бақи рухуда тұр. Не деген дәреже деңіз? Бірақ солардың ішінде ең абзалдарының бірі бұл сафаратул кирам. Иығыңыздағы амалдарыңызды жазып тұратын періштелер екен. Құран-ы Кәрімді жақсы оқып, оған амал қылушы адам сол періштемен қатар болып тұрады екен дейді Алланың құзырында. Ал соған тілі келмейді, ауырсынады, бірақ соны оқитын адам болса,
сол періште, сол қиналып тұрып Құранды оқитын адам болса, оған 2 есе сауап депті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. 2 есе сауап. Біреуі сол қиналғаны үшін, біреуі оқығаны үшін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сөзінде айтады: кімде-кім өзінің дүние тіршілігін, өзінің басқа бір амалдарын Құран үшін тастап, Құран үйренетін болса дейді, Алла тағала оның сұрағанынан да артық қылып беріп қояды дейді. Оның сұрамақшы болғанын да беріп қояды дейді. Сіз әлі сұрамақшысыз, аузыңыздан шыққан жоқ әлі. Сұрайыншы осыны Алладан деп жүрсіз. Бірақ Құранға сабаққа баратын уақытыңыз келіп қалды, мешітке барып сабақ жасасаңыз, Алла тағала сіздің сұрамақшы болғаныңызды да беріп қояды дейді. Құран-ы Кәримді пайғамбарымыз айтады, бір аятын үйрен дейді. Бір аятын үйренсең, бір түйені базардан сатып алғандай сауап аласың дейді. 2 аят болса 2 түйе, 3 аят болса 3 түйе. Осылайша түйелеріңді көбейте беріңдер деген екен. Құран-ы Кәримді оқымаған мұсылман адамды егесі тастап кеткен үйге теңейді. Егесі жоқ, әйнек есігі ашық, қалаған адам кіріп дәрет сындырып кететін қоқысхана болып кеткен егесіз үйге теңейді екен. Мұсылман да. Құран-ы Кәрим мұсылман адамға шапағатшы дейді. Шапағатшы дейді. Сол сіздің жаттаған аяттарыңыз сізге шапағатшы болады екен. Қалай? Термизиде келеді. Адам дүниеден өтеді екен. Сол өлгеннен кейін алдына бір өте келбетті келген бір жігіт келеді дейді. Сөйтіп сәлем береді дейді. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Мен таныдыңыз ба дейді екен. Жоқ, танымадым, кешіріңіз, кімсіз? Мен сіздің дүниедегі Құраныңызбын дейді екен. Құраныңызбын. Дүниеде мені серік қып таңдадыңыз ғой, білесіз ба дейді. Жаныңызға серік қып таңдадыңыз. Маған уақыт бөлдіңіз. Үйрендіңіз, жаттадыңыз. Көзіңіздің майын тауыстыңыз. Дүниенің керек болса тіршілігін тастадыңыз. Маған уақыт бөлдіңіз. Білесіз ба? Халықта сөз бар дейді. Нені сатып алсаң базардан, сол товар сенде болады деген. Дұрыс па? Сол сияқты сен не нәрсеге сауда қылдың, бүгін саудаңның жемісін көресің дейді. Мен сенің серігің болам дейді. Мүнкар накир келіп сұрақ жауап қылуға Құраннан бата алмайды дейді. Әлгі адамдар. Құран тұрады дейді ортада. Тоқтаңыздар. Бұл кісі әрбір оқыған әрбіріне сауап алған адам. Білесіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, осы хадис жалғамай тұрып бір хадисін айтып кетейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: Алланың сөзі дейді, өзге адамдардың сөзінен абзал болады. Бейне бір Алла менен оның пендесін салыстырып көріңіз. Любой осы дүниедегі қалаған адамыңызды алыңызшы. Қалаған адамыңызды алыңыз. Алламен салыстыра аласыз ба? Алла тағаламен теңестіре аласыз ба? Жоқ, Аллаға тең бола алмайды. Дәл сол сияқты бұл дүниедегі қандай адамның сөзін алсаңыз да Алланың сөзіне тең бола алмайды. Бұл пайғамбардың сөзі. Пайғамбарымыз осылай дейді. Жер бетіндегі қандай пенденің сөзі болса да Алланың сөзіне тең емес дейді. Абай атамыз айтады: Алланың өзі де рас, сөзі де рас дейді. Рас сөз ешқашанда жалған болмас дейді. Хадисімізге оралайық қайтадан. Құран сөйлеп тұрғаннан кейін екі періште бата алмайды екен. Құран тұр ортада, Алланың сөзі тұрғанда оған кім батып сөйлейді, айтыңызшы.
қиямет болады дейді. Қиямет қайым астан кестен дәуір болып жатқанда Құран жаттап соған амал қылған адамның төбесінде сая болып тұрады дейді Құран. Жүрегінде қорқыныш болмай тұрады дейді. Жұрттың бәрі күнім не болады, күнім не болады деп тұрғанда ол адамның көңілі жай болып тұрады дейді. Сонда Алла Тағаланың алдына алып келеді екен, мына адамды сауал жауап қыла алмай тұрмыз деп. Сонда Аллах айтады екен, кім ортаға түсті дегенде сіздің кәләміңіз түсті дейді екен ортаға. Сенің кәләмің ортада тұр дейді. Онда әкел, мен өзім сөйлесемін. Сол кәләмі сөйлейді екен Алланың құзырында тұр. Аллахым, Раббым, мынау кісі дүниеде сенің сөзің үшін өмірін берді. Сенің сөзің үшін. Сенің сөзіңді үйретті, соған қызмет қылды. Не істейін дегенде, бұны құрметте дегенде басына тәж әкеліңдер дейді екен. Тәж кигізеді дейді әлгі адамның басына. Ата-анасына да беріңдер дейді екен. Сонда ата-анасына тәж кигізеді дейді қияметте. Сонда ата-анасы таң қалады, Аллахым, бұл тәж қайдан келді? Дегенде сенің перзентіңнің себебінен болды дейді екен. Болды ма десе жоқ дейді екен. Бұған онда құрмет тонын кигізіңдер дейді екен. Үстіне қымбат шапан кигізеді дейді. Бүкіл халайық құрметтесін деп, бүкіл халайықтың алдына көрсетеді дейді. Тағы не дейсің дегенде, Раббым, енді өзің риза бол дейді екен. Бұл дүниеде біздің бүкіл іздегеніміз сол емес па? Алланың ризалығы. Оны ортада сіздің оқыған, жаттаған Құраныңыз сұрап береді екен. Аллахым, мына пендеңнен риза бол дейді екен. Сонда Алла Тағала айтады екен, жәннатыма кір, мен сенен ризамын. Дүниеде оқығандай қылып оқы дейді екен. Әр оқыған аятың сайын көтеріле бересің дейді. Әр оқыған аятыңыз сайын сіз жоғарылай бересіз, биіктей бересіз. Құранды қанша жаттадыңыз, Алла сізге сонша құрмет береді. Бүкіл халайықтың алдында. Мынау біздің Құран жаттау орталығымыздың міндет мақсаты да осы. Халыққа Құран насихаттау, Алланың сөзін үйрету. Осыны үйрету халыққа. Басқа алға қойған үлкен мақсатымыз жоқ бұдан. Бауырлар, Құраннан қанша ұзақтап кеттік айтыңыздар. Қанша ұзақтап жүрген адамдар бар. Құранның бетін ашып көріп оқымайды, хат танымайды. Хат таныса да оған уақыт та бөлмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде айтады, Құран үйреніңдер дейді. Өйткені содан сұраласыңдар, және содан ақыңды аласың дейді. Яғни сұраласың, егер үйренбесең. Ал егер үйренсең, соның ақысын аласың дейді. Сол үшін үйреніңдер Құранды дейді. Бұл дүниеде ғылым білім көп. Бұл дүниеде үйренетін ер жігітке, қыз балаға білім менен ғылым көп. Ол білім менен ғылым адамға керегі, осы өміріне керек жағдайына қарай дәреже болып тұрады. Бірақ сол дәрежелердің ең жоғарғысы Құран деп білемін. Құран деп білемін. Өйткені адам
қолында қандай мамандық болсын, қандай істің ұстасы болсын, егер рухани бай болмаса, тура жолын тауып Раббысымен байланыста болмаса, ол адам қуыс кеуде бір жан болады. Қандай қызметкер болмасын, қандай үлкен өз мамандығының ұстасы болмасын, егер ол кісінің рухы бай болмаса, рухы Құраннан суарылған, нәр алған болмаса, онда ол адам бұл өмірдің мәнін де дәмін де көрмеген адам. Құран-ы Кәрим сіз сусындайтын, нәр алатын бұлақ. Әрбір оқыған аятыңыз үшін сізге күнәңіз кешіріледі. Әрбір айтқан әріпіңіз үшін сізге сауап жазылады. Тек ол емес, Құран сіздің жүрегіңізге тыныштық, дертіңізге шипа, өлгеніңізге қайыр, өзіңізге сауап амал, өміріңізге жолбасшы, жүрегіңізге серік, жаныңызға ақылшы. Соның бәрі бір Құран. Соның бәрі бір Құран. Егер осы уақытқа шейін сіз Құранның қадірін білмесеңіз, онда тоқтаңыз. Осы сәттен бастап өзіңізді өзгертіңіз. Құранға қарай бет алыңыз. Үйіңізге кітап сөресінде Құран тұру керек. Сол Құранды уақытыменен ашып, үйрену қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бір хадис бар. Егер бір адам үйінен мешітке қарай сабақ үйренем деп шықса, әрбір басқан қадамына Алла тағала сауап жазады және күнәсін кешіреді дейді. Және періштелер табанының астына қанатын тосып тұрып таласады дейді. Мешітке келгенше, сабақ алып, сабақ тапсырып қайтып үйіне барғанша, періштелер қанатын табанының астына жайып таласады дейді. Ойлаңызшы. Алланың жолында болады сол адам. Сіз уақытыңызды Құран үшін сарып қылған сайын, Алла тағала сізді құрметтейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның заманында бір күні бірнеше жігіт бірігіп отырып, келіңіздерші, Құран оқиық деп, Құран оқыпты. Сөйтіп, Құран аяттарын талдап кетіпті бірден. Мынау аятта былай деген ғой. Жоқ, мен пайғамбарымыздан естігемін. Бұл былай, бұның түсінігі деп, соны түсінігін талдап, сол жерде арқа жарқа әңгімеге тек қана Құран себепкер болыпты. Соны талдап отырса, пайғамбарымыз жетіп кепті. Бәрі тұра салып, я Расулалла, не болды дегенде, білесіздер ма, не істеп отырсыздар сіздер деп. Жай Алланы еске алып отырмыз десе, маған қазір Жәбірейіл келді дейді. Қазір Жәбірейіл келіп айтты дейді. Ана жерде Алла тағала мақтанды дейді. Алла тағала мақтанып жатыр дейді. Ана жерде менің пенделерім бар бір топ. Менің сөзімді оқып, соны талдап бір-біріне үйретіп жатыр. Көрдіңдер ма деп, бүкіл періштелерге Алла мақтанып жатыр сол жігіттермен дейді. Сол жігіттерді көрейші деп мен де келіп тұрмын деген екен. Ойласаңызшы. Алла мақтанады дейді сол адаммен. Періштелерге айтады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тағы бір хадис бар. Бір Алланың үйлерінің бір үйінде дейді. Ол мешіт қой әлбетте. Алланың үйлерінің бір үйінде бір топ адам жиналып, Алланың сөзін айтып, еске түсірсе, сол жерге періштелер жиналады дейді. Сол жерге топырлап періштелер жиналады. Сонда
Алла тағала ол періштелерден сұрайды екен, неге жиналып отырсың деп. Әлбетте Алла білуші ол жердегі не болып жатқанын. Сонда періштелер айтады дейді, я Аллахым, Раббым, бұл жерге сенің нұрың жауып тұр. Бұл жерге сенің нұрың жауып тұр. Біз сол үшін үймелейміз. Анау кешке жақын шырақ жақсаңыз, жаздың күні шыбын шіркей үймелей ма жарыққа? Дәл сол сияқты Алланың нұры түскен жерге періштелер үймелейді екен. Үймелегені сонша үст-үстіне орала бергеннен, ана жерді орап, 7 қабат аспанға жетеді дейді. 7 қабат аспанға жетеді дейді. Сонда Алла сұрайды ғой, не болды деп. Бұны сенің зікіріңде, сенің кәләміңде отыр мына адамдар дегенде, онда куә болыңдар. Сол жердегі отырған адамның бәрінің күнәсін кешірдім дейді. Бәрінің күнәсін кешірдім дейді. Сонда бір періште айтады екен, я Алла, мына жерде бір адам жай бірге келе салды дейді екен, еріп, жүр дегесін, не істейсің, жүр жанында отыр деді, сөйтіп келе салған бір адам дейді. Оның да күнәсін кешіріңдер дейді. Бұл Алланың кәләмінің құдіреті. Жоғарыда айтқанымыздай бауырлар, кімде-кім Алламен тілдескісі келсе, Құран оқысын дейді. Егер сіз Аллаға сөз айтқыңыз келсе, намаз оқысын дейді. Құраннан ұлы дүние жоқ бізде. Жер бетінде қандай пайғамбар келсе, қандай пайғамбар болған болса, өткен болса, сол пайғамбарлардың көпшілігі, барлығы дерлік мұғжизамен келген. Керемет көрсетеді. Иса пайғамбар өлікті тірілтеді. Иса пайғамбар өлікті тірілтеді. Қолын сипап жіберсе, үсті қотыр болған адамның қотыры төгіліп түседі. Қолын сипап жіберсе, көзі соқыр адамның көзіне нұр бітетін, жанары жанып. Мұса алейхиссалам қолындағы таяқпенен теңізді қақ бөлетін. Дауд алейхиссалам темірді балшық сияқты илейтін қолыменен. Осылай пайғамбарлар өтті. Бірақ сол пайғамбар дүниеден өтісімен ол кісілердің мұғжизасы таусылды. Дауд алейхиссалам жоқ, мұғжизасы жоқ. Мұса пайғамбар жоқ, оның да мұғжизасы жоқ. Иса алейхиссалам жоқ қазір, тірі болғанмен, оның да мұғжизасы жоқ арамызда. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ең жоғарғы мұғжизасы бұл Құран. Бұл Құран. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көзі жоқ, бірақ мұғжизасы әлі бар. Оның құдіретін қанша адам көрді бұл жер бетінде, білесіздер ме? Қанша адам оны Құранның құдіретін айтып тауса алмайсыз. Айтып тауса алмайсыз. Сусыз жоқ жерден су ішкен, қарны аш жерден қарны тойған, дүниеге мұқтаж жерден бай болған адамдар қанша? Дертіне шипа тапқан адамдар қанша? Бұның барлығы Құраннан. Сол Құранды табалаймын деп өмір бақи бақытсыз қылған адамдар қанша? Сол Құранмен күресем деп барынан айырылған барлар қанша? Бауырлар, осы Құранның қадірін түсіне білсек екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзін ұмытпасақ екен. Құранды үйреніңдер және үйретіңдер. Үйреніңдер және үйретіңдер. Ондай адам Алланың алдында да құрметті. Екі дүниесінде бақытын табатын адам. Біздің бір ұстазымыз айтатын, мен дейді, кедей Құран жаттап оған амал қылатын адамды білмеймін дейді. Менің бір ұстазым айтады, Құран жаттап оған амал қылса, ол адам кедей болмайды ешқашан дейді.
құрметсіз болмайды ол адам. Егер Құран жаттаса және оған амал қылса. Менің ұстазым айтатын, Құранның алдына шығып жүрме дейді, артынан жүр дейді. Құранның алдына шығып жүрсең, бір соғады да тозаққа лақтырады дейді. Артына еріп жүрсең, жәннатқа жетелеп кіргізеді дейді. Бұл дегені Құранның алдына шығып кетпе дегені, бүкіл амалыңды, құрметіңді Құранды артыңа тастап өзің алға шығып кетпе дегені. Бәлки Құранды алға қой дейді. Сол Құранның артынан еріп жүрсең, екі дүние қор болмайсың. Ұзын сөздің тобықтай түйіні, бауырлар, сіздерге біздің мынау орталықтың шаңырағы әрдайым ашық болады. Келіңіздер, Құраннан тәлім алыңыздар. Раббыларыңызға жақын болыңыздар. Әрбір үйренген уақыттарыңызға екі дүниенің бақытын табасыз. Тілегеніңіз алдыңыздан шығады. Ыбырай атамыз айтпақшы, тілегенің алдыңнан сұрамай-ақ табылар болады. Сондықтан міне Алланың бір көзі өзі қалап осы орталығымыз ашылып жатыр. Рұқсат алып жатырмыз. Әрі соған себепкер болған, қызмет қылған әрбір Алла Тағала әрбір адамға екі дүниенің бақытын берсін. Өзіміз хабарландыру айтқандай, сол хабарландыруға кішігірім тоқталып өткім келіп отыр. Орталығымызға біз бала қабылдаймыз деп жариялап қойдық. Ол бала жатып оқитын болады. 11-ші сыныптан кейінгі баланы қабылдаймыз. Және бір бет Құран жаттай алатын жағдайда болу керек ол кісі. Бір бет Құранды жаттай алатын дәрежеде болу керек. Ол енді Құран оқып жүрген адам түсінетін шығар, бір бет жаттай алатын жағдайға қалай шығу керегін өзі білетін шығар. Одан кейін оған жете алмайым деген адамдарға біз күндізгі бөлім ашып қойғанбыз. Ерлерге және әйелдерге екі бөлек. Күндізгі бөлім ешқандай шарт қабылдамаймыз, жоғарыдағы шарттарды. Құран оқимын, үйренемін деген ниетіңіз болса болды. Ақысыз өзі берілетін уақыттарды арнайы жарнама қыламыз. Ерлерге және әйелдерге мұғалімдеріміз дайын. Ерлерге ер мұғалім, әйелдерге әйел мұғалімаларымыз дайын. Сол кісілер сіздерге иншалла Құраннан тәлім береді, оқып үйретеді, тәжвид сабақтары және Құран ғылымдары жанында болады. Ол күндізгі бөлім. Күндізгі бөлімге 7 жастан 70 жасқа шейін бала қабылдай береміз. Сол үшін сіздерге жұмыстағыларға да айтатыным, күндіз жұмыс істеп жүріп, жарты сағатқа бізге қарай ат басын бұрып кіріп шықсаңыз, дүниеңіздің берекесін тауып кетесіз, әрі Құраныңызды тауып үйреніп кетесіз. Сосын тіршілігіңізді әрмен қарай жалғастыра бересіз. Яғни ешқандай сіздің алып бара жатқан тіршілігіңізге зияны тимейді. Құраныңызды үйде жүріп жаттап алып, күндіз бір соғып сабағыңызды тапсырып, қайтадан тіршілігіңізге жүре береді екенсіз. Міне осындай бір жағдайлар жасап жатырмыз. Ал осы балалардың оқуына, балалардың қандай да бір қызметіне асамын деген қалталы азаматтар болса, оларға да қош көреміз, есігіміз ашық. Осында мүмкін жағдай нашар жігіттер де келіп жатар. Жаңағыдай оқуына жәрдем беру керек болған, киім-кешекке мұқтаж болған, сол кісілерге де бір қандай да бір жәрдем болса, жаңағыдай шамаларыңыз келгенше айтыңыздар. Және бұдан кейін әр апта қаласа өзіміздің жоғарғы Құран сабақтарымызға қайта ораламыз иншалла. Шамамыз жеткенше ауылда болсам, әр жексенбі осындай ақшам намазы менен құптан намазы арасында баяғыдай сабақтарымыз осыдан 13 жыл бұрын басталған сабақтарымыз әрмен қарай жалғаса береді деп ойлаймын иншалла. Тыңдағандарыңызға рахмет.